сәлеметсіз бе достар, бүгін мен сіздермен бірге медовик тортын пісіретін боламын. Бұл үшін бізге керек 3 жұмыртқа, көрсет, бал және міне 200 грамм қант және вода пищевой, яғни комнатный температурадағы маймен алдын ала еленген ұн. Ең бірінші біз 100-150 грамм майды немесе маргаринді қосуға болады. Ыдысқа салып аламыз. 3 қасық балды саламыз. Міне бірінші қасық, екінші қасық және осылай болды. 3 қасық ровно 3 қасық қып алдын ала албағанмын. Осыны саламын. Және де қантты саламыз. 200 грамм қант салынады. Пардасушым қарайынсы. Біз қазір алып қыздыратын боламыз. Міне қостық астын. Және осылай араластырып тұрып осылай тегі кетпес үшін араластырып тұрамыз. Барлығы бірдей однородный масса, біркелкілік масса болу керек. Араластырамыз осылай. Міне осылай біркелкілік масса болды. Енді біз 2 кішкентай қасық немесе 1 үлкен қасық содан аламыз. Оның үстінен 9%-дық осындай 2-5 миллиграмм 9%-дық пищевой, яғни тамаққа келетін уксусты қосамыз. Пайызда аз болғаны жақсы, тым көп керегі жоқ. Міне осылай ожиды. Оны сала саламыз, араластырамыз. Енді араластырып аламыз. Осыны араластырып отырған кезде тоқтың астын өшіреміз. Осылай араластырамыз. Ол өзі міне көріп тұрғаныңыздай көтеріліп бастады. Реакциясы жүрді деуге болады. Араластырып тұрғанда осылай болды. Кішкене суыған соң оған жұмыртқаларды қосатын боламыз. Міне суып қалды. Жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны қосқан кезде араластырып тұру керек. Осылай тесіну керек, өйткені ол суыса да әлі ыстықтау. Және ол толық суығанда ғана жұмыртқаны қосу керек. Немесе осылай араластырып тұрып, піс кетпес үшін жұмыртқаны тез араластырып тұрамыз. Міне осылай 3 жұмыртқа қостық. Енді араластырамыз. Бір келкі болып араластырғаннан кейін, міне осылай араластырып жатырмыз. Араластырғаннан кейін біз алдын ала ірленген ұнды аламыз. Еленіп дайындалған ұнды алып саламыз. Араластырып отырып, ұнды қосамыз. Осылай. Жартысын қосып аламыз, қалған жартысын еленген соң қосамыз. Міне осылай ұнды араластырамыз. Енді қалған жартысын қосатын боламыз. Қалған жартынды қосамыз. Қазір қолмен илейтін боламыз, әдемілеп шығу үшін. Қолмен илеп бастадық. Осылай қолмен бір келкі қап, қолға жабыспайтындай қылып илейміз. Тым қатты көбін қосуға болмайды. Өйткені нанымыз қатайып кетуі мүмкін. Бізге ол жұмсақ
болғаны өте керек. Бөліктерге бөлуге ыңғайлы болу үшін біз осылай тақтаға қойып аламыз. Қазір осыларды астына септік, раскатать етіп, яғни бөліктерге бөлеміз. Кімге қанша бөлік керек? Мысалы, бізге керек болады бір 8 бөлік. Біз осыны 8 бөлікке бөліп томалақтап қоямыз. Міне осындайды 8 бөлікке бөлеміз, бөліп бастаймыз. Бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік. Егер сіздерге мысалы 8-ден көп керек болса, мысалы 10 бөлікке немесе 11 бөлікке бөлу керек болса, мысалы мына жерде бізде 8 бөлікке бөлуіміз керек болатын. 8 бөлігіміз шығып тұр. Артықтарын бір-біріне қосып, үлкейтіп барлығына біркелкі қылып барлығын домалақтаймыз. Алып, бір-бірдеп домалақтап, арнайы дайындаған ыдысқа қоятын боламыз. Тура осылай 8 бөлікке бөліп алдық. Енді осы бөліктерді домалақтап, арнайы дайындаған ыдысқа салатын боламыз. Осылай 8 бөлікке бөліп, оны домалақтап, арнайы ыдысқа қоямыз. Осы ыдысты біз бұны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бетін салафанмен жабатын боламыз. 1 сағаттан кейін алып пісіретін боламыз. Нанды алып шықтық тоңазытқыштан. Оны алдын ала осылай дайындап алдық та, осылай жайдық. Бұл 22 сантиметр. Мынандай мысалы біздің торт пирог пісіратымызбен бірдей болады. Немесе арнайы осыны жаятымыз бар. Барлығы ең үлкені 22 сантиметр. Осыны алып тұрмыз. Қазір біз яғни біз осылай лесті алып кеп қоямыз да, соған ақ бетті жайып, немесе пергамент болады. Астында бірінге тұру керек, жабысқамас үшін. Пергамент алдық, 22 сантиметр көріп тұрғаныңыздай. Міне алдық, осылай қоямыз үстіне. Осылай қойып алдық. Қазір пешімізді 180 градусқа қойып қыздырамыз. Міне нанымыз. Тағы кішкене істеп жіберейік. Барлығы бірдей болып шығады және әдемі. Тым жұқа жаюдың керегі жоқ. Тым қалың да келмейді. Осылай көріп тұрғандарыңыздай орташа нанды жаямыз. Міне осылай жаямыз. Қазір қызып болғаннан кейін осы нанымызды салатын боламыз. Міне пешіміз қызды, ал енді біз салатын боламыз. 180 градуста тұр. Міне 150 мен 200-ның ортасы. Осылай. Енді бастаймыз. Самый нужный момент. Сіздер көріп тұрғандай керемет, күшті 8 коржды шығарып алдық. Міне қалғаны осымен безендіретін боламыз. Ал енді біз кремін жасайтынымыз. Ол үшін біз майды аламыз. Үйде тұрған комнатный, үйдегі температурадағы май. Және оған біз сгущенка қосамыз. Сгущенканы біз қосамыз. Бір осы ыдыспен маймен бірдей қосамыз.
примерно 200 грамм, 200 миллилитр болады, иә. Міне, қазір осыны алып, блендермен араластыратын. Міне, осындай болғанға дейін жасаймыз. Біз корждарды яғни көп уақытқа қойған жоқпыз, қатырған жоқпыз, жай бір 5 минуттыққа алғаннан кейін суыттық крем істеп, тез сразу істеп бастаймыз. Кремді жағамыз, я, бір келкі ғып, бірдей ғып аламыз. Я, осындай мен бір келкі ғып аламыз. Щетка егер болмаса, осындай лопаткамен де істеуге болады. Осылай басқаларында істейтін боламыз.